Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 5 минутта дайындалатын өте дәмді таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды аламыз. Аздаған тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай 2 лавашты табанның көлемімен домалақтап кесіп аламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды құйып, үстіне 1 лавашпен жауып, баяу отқа қоямыз. Екінші жағын аударып, екінші лавашымызбен бетін жауып, тағы бір аударамыз. Бетіне майонезбен кетчупымызды араластырып жағып, бетіне балқытылған ірімшігімізді саламыз. Менде президент ірімшігі, және де сосискімізді салып, бетін жауып 5-10 минут бұқтырып аламыз. Болды, біздің таңғы асымыз дайын. Ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге Динара. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.